Өмірде бір сәттері болады. Сол сәтте сен ешкімге керек емес сияқты көрінесің. Сүйген адамың тастап кетеді, жұмыссыз қаласың, достарың үнсіз, ал өмір тоқтап қалғандай. Бұл Аянның бастан өткергені. Бір күнде бәрі құлады. 10 жыл үй болған әйелі мен сенімен бақытты емеспін деді де кетіп қалды. 2 аптадан кейін жұмыстан қысқарту болды. Тіпті бірге жүрген достар да қоңырауларына жауап бермеді. Аян диванда бұлқысып жатыр. Ол өзін артық пайдасыз жүк сияқты сезіне бастады. Мен ешкімге керек емеспін деген ой үнемі миында тұрды. Айнала қараңғы, түнгі қала, Аян жалғыз. Түбімен құлаған адамның 2 таңдауы болады. Бәрін аяқтау немесе қайта тұру. Аян қолына ескі суреттерді ұстайды. Әйелі, жұмыс, достары. Сол түні Аян өмірдің ең ауыр шешімін қабылдады. Өзін емес, сол өмірді аяқтауды. Өткенді, кінәлауды, адамдарға тәуелді болуды. Таң, жаңа күн. Күн сәулесі бөлмеге түседі. Аян терезені ашады. Терең тыныс алады. Шынын айтқанда Аянды ешкім құтқарған жоқ. Ешкім келіп бәрі жақсы болады демеді. Ол өзін өзі құтқаруға шешім қабылдады. Аян тізім жасады. Ерте тұру, жаттығу, жұмыс іздеу, жаңа орта, кітап оқу, өткенді жіберу. Және ол бір кішкентай қадамнан бастады. Таң сайын 20 минут жүру. Күніне бір вакансияға резюме жіберу. Өзіне бір жақсы сөз айту. Аян жаттығуда. Шағын кафеде жұмыс істеп отыр. Кітап оқиды, ноутбук алдындағы жаңалықтарды іздейді. Өзгеріс күнде болмайды. Ол 1 ай бойы нәтиже көрмеді. Достары әлі хабарласпады, жаңа жұмыс шықпады. Аян шаршап отырады, бірақ орнынан қайта тұрады. Бірақ ішіндегі бір дауыс тоқтама деді. Өмір оның жағына шыққанша ол күресуді жалғастырды. Темп өседі. Аян марафонға қатысады. Жаңа адамдармен танысады, өзін жақсы сезіне бастайды. Ол өзін қайта құра бастады. Өткенін емес, болашағын серік етті. Айлар өтеді. Аян жаңа кеңседе жұмыс істеп отыр. Жүзінде сенімділік бар. 6 айдан кейін ол жаңа жұмыс тапты. Өзіне сенетін жаңа адамдар жолықты. Бір кездері жүрегін ауыртқан нәрселер бүгін оның ең үлкен күші болды. Аян күліп кофе ішіп отыр. Өмір оған жаңа мағына сыйлады. Бірақ қызығы, ол мағынаны өмірден емес, өзінен тапты. Ешкімге керек емес сияқты сезілген сәт шын мәнінде жаңа өмірге есік болып табылады. Өзіңді ешкімге керек емес шығар деп ойласаң, бір нәрсені ұмытпа. Сен алдымен өзіңе керек болуың керек. Осымен достар, біздің әсерлі әңгімеміз аяқталды. Осы әңгіме арқылы өздеріңізге жаңа өмірге мотивация алады деген үміттемін. Видео ұнаса, видеоға лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар комментарийде өзіңіздің пікіріңізді де қалдыра кетіңіз. Әңгіме сізге қалай әсер еткені туралы жаза кетіңіз.